Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптың 3-90 тәжірибесін талдайтын боламыз. Енді бірінші тапсырма бізде оқушылардың оқу жылдамдығын зерттеу барысында алынған мәліметтер бойынша жинақталған жиілікті табыңдар дейді. Енді бұл өте оңай негізі. Бұл жерде мысалы бірінші 10 болып тұр ғой, 10 күйінде қала береді. Ал екіншісін жинақталған жиілікті табу үшін 10-ға 20-ны қосасыздар, 30 болады. Енді үшіншісін табу үшін 10-20-ға 25-ті қосасыздар. Демек сразу 30-ға 25-ті қосамыз деп түсінейік. Сол кезде бізде 55 шығады. Енді 55-ке 30-ды қосамыз, 85 шығады деген сөз. 85-ке 10-ды қосамыз, 95. Және де оған 5-ті қоссаңыздар, 100 шығады деген сөз. Міне осылай кесте толтырылады. Бізде бірінші есеп осымен бітеді. Енді екінші есеп. Y тең 3x квадрат қосу 6x минус 4 функциясының графигі A нүктесінде 3-5 нүктесі арқылы өтеді ме дейді. Жауаптарыңызды негіздеңіздер дейді. Енді мысалы егерде 3-5 деп тұрғанымыз, мына 3 деген x-ға тең, ал мынау y-ға тең деген сөз. Демек тура осы теңдеудің орнына, мысалы берілген теңдеудің орнына қойып тастаймыз. Мысалы y тең деп тұр, y бізде қаншаға тең? Жоғарыда айтылып тұр, 5-ке тең. 3 көбейтілген x-imiz 3-ке тең, 3-тің квадраты қосылған 6 көбейтілген 3 азайтылған 4. Енді теңдіктің екі жағы тең болады ма, соны тексеруіміз керек. Мына жерде 3-тің квадраты бізде қанша шығады? 9 шығады. 9-ға 3-ті көбейтеміз, 27 шығады. Қосылған 6 жерде 3-ім, ол 18 азайтылған 4 дейміз. Енді мына жерде нүктесі өтпейді екен, А нүктесі. Неге десеңіздер, мынау теңдіктің екі жағы тең болмай қалды. 27-ге 18-ді қосамыз, бізде қанша шығады? 45 шығады, дұрыс па? 45-тен 4-ті азайтамыз, ол бізде 41 шығады екен. Енді теңдіктің екі жағы бізде тең ба? Әрине ол тең емес. Демек бұның жауабы не дейсіздер? Жоқ деп жауап бересіздер. Дәлелдемесі екеуін теңестіру арқылы табылады. Келесі есепке барайық. Енді бізде y тең x квадрат минус 4x қосылған 3 функциясының біріншісі графигі y көйсін қияды ма дейді. Жауаптарын негіздеңіздер дейді. Енді мысалы біріншісі А жауабы ғой, басында не деп тұр? Y тең қайтадан жазып алайық. X квадрат минус 4x қосылған 3 деп алайық. Енді бұл жерде қияды ма дейді. Енді бұл жерде y тиістерді x-тардың орнына 0 беріп шығу керек. Сол кезде 0-дің квадраты минус 4 көбейтілген 0. 4 көбейтілген 0. Так, дұрыстап жазайын. 4 көбейтілген 0 қосылған 3 дейсіздер. Енді 0-дің квадраты бізде 0 шығады. 4 0 ол тоже 0-ге тең. Демек бізде 3 қалады деген сөз. Демек бізде x-іміз 0-ге тең болған кезде y-іміз неше шығады екен? 3 шығады екен. Енді қазір D тапсырмасына барған кезде мен графигін салатын болам. Негізі бұл о y көйсін қияды негізі. Себебі мынау қазір 0-де 3-тен өтіп тұр ғой. Енді екінші тапсырмаға қарай кете берейік. Б. OX өсімен қиылысатын нүктелерін тап дейді. Ал енді бұл тіпті оңай. Енді мына y-ті 0-ге тең деп аламыз да. Сол кезде 0 тең x-ның 4 дәрежесіміз, x квадрат минус 4x қосылған 3 дейміз. Енді бұл жерде мен вет теоремасын қолдана салайын. x1 мен x2-ның қосындысы минус 4-ке қарама қарсы сандаламыз, ол плюс 4. x1 мен x2-ның көбейтіндісі, ол бізде плюс 3 шығу керек. Енді x1 нешеге тең, x2 нешеге тең. Қосындысы 4-ке, көбейтіндісі 3-ке тең болатын. Ол қандай да бір екі санды алатын болса, ол бізде 3 пен 1 болады, дұрыс па? Тексеріп қойып, 3-ке 1-ді қоссақ 4 шығады ма? Шығады. 3-ке 1-ді көбейтсек 3 шығады деген сөз. Міне бізде табылды. Енді бұларымыз бізде y-дің орнына 0 қойдық қой.
Демек, бізде 3-те 0 болады деген сөз. X-іміз 1-де 0 болады деген сөз. Нүктелерін табыңдар. Қиылысу нүктелері 3-те 0, 1-де 0 деген сөз. Енді парабола төбесін табыңдар дейді. Парабола төбесін табу үшін, мысалы, мына жерге парабола теңдеуін жазып қойын. Тең x минус x нолевой квадрат қосылған y нолевой деп алайық. Енді өзіме, мысалы, мына формуланы парабола теңдеуінің формуласы деп жазсаңыздар болады. Парабола теңдеуі. Енді бұл жерде, мысалы, жоғарыдағы теңдеуді жалпылама осындай түрге келтіру керек. Y тең бізде қандай болып тұр? X квадрат минус 4x қосылған 3 болып тұр. Енді тең дейміз бұнда x квадрат минус 4x. Енді қысқаша көбейту формуласына кеп қалу үшін, мынау x минус x нолевойдың квадратына қосылған 4 дейміз да, азайтылған 1 дейміз. Неге азайтылған 1 болды? Себебі бізде 3 шығып тұрған жоқ қой мына жерде, плюс 3. Көріп тұрсыздар. Демек, оны мен былай алып тұрмын. 4 азайтылған 1 деп. Дұрыс па? 4-тен 1-ден айтсақ, бәрі бірде 3 шығады екен. Енді мына жерде x квадрат, мынау бізде мынаған қысқаша көбейту формуласына тең болып қалады. Минус 1 дейміз. Сол кезде мына жерге де басынан көшіріп жасайын. Y тең x минус 2-нің квадраты азайтылған 1 дейміз. Енді тура мына бағанағы параболаның теңдеуі дедім ғой, осыған келіп қалды. Енді x нолевой нешеге тең деген сөз бізде? Бізде x нолевойымыз бізде 2-ге тең. Ал y нолевойымыз бізде нешеге тең? Минус 1-ге тең деген сөз. Бізде сұрақ қандай еді? Парабола төбесін табыңдар дейді. Парабола төбесі дегеніміз мына. Мынау x нолевой 2-ге тең болып тұр ғой. Сол бізде парабола төбесі болады. Мынаны табыңыздар. Енді бұл жерде графикін салыңдар дейді. Енді графикін салу үшін бұл оқушылар мына жерде мен мына программаны қолданамын көбіне. Сол арқылы істейді. GeoGebra деп жазасыздар. Яндекс, Googleға. Енді найти-ді бассаңыздар, бізде GeoGebra шығады. Басамыз, мына жерде старт калькулятор деген басамыз. Енді бізде y тең x квадрат минус 4x қосылған 3 деген функция беріліп тұр ғой. Енді шамамен мына жерде мен қазір немен қиып аламын. Примерно мына жерден бастап, мына жерге шейін қиып ала берейін. Қиып алдым. Копировать ете қойық. Енді қазір мен мына жерге примерно оны ставить етемін. Енді жоғары жақтарға қараңыздар өздеріңіз. Бағана бізде не болып тұрған еді? Бағана бізде асында 0-де 3 болып тұрған. 0-де 3 дегеніміз міне 0 деген нүкте мына жер. 0 деген нүктені көріп тұрсыздар, ол бізде мына жер, және де 3 деген мына жер. Міне. O y өсі деген бізде мына жер болады. Ал x өсі деген бізде мына жер болады. Енді мысалы o y өсі мына жерде вертикальнан жатыр. Оны қазақша айтсақ тігінен дейді. Ал o y өсі былайынан көлденеңінен жатыр. Дұрыс па? Горизонталь деп айтады. Немесе қазақша көлденеңінен деп айтады. Енді қараңыз, ол парабола былайынан келгенде, мысалы 3 деген нүктеде o y өсін қиып отыр. Көп тұстау ғой, бағанағы бізде А жауабымыз 0-де 3 нүктесі шыққан еді ғой мына жерде. Байқап атсаңыздар. Осы нүктеден өтіп тұр деген сөз. Ал енді екінші бізде 3-те 0 және де 1-де 0 болып тұрған еді. 3-те 0 дегеніміз ол бізде мына нүкте болады. Мына OX өсінде 0-де, X-де 3-де болып тұр. Ал OY-де 0-де, жоғары кетіп қалған жоқ. 1-де де тура солай. Мына жеріне параболаның бойында жататын екі нүкте.
Енді сұрақ сіздерде OX өсін қияды ма екен? OX өсі дегеніміз бізде көлденеңінен жатқан ось деп айттым ғой, мына X ось. Оны бізде 1-ден 0, 3-тен 0 нүктесінде қиып отыр. Енді мына жерге алып келіп қойылайын. Так, сәл кішірейтейік мына жерде. Енді параболаның теңдеуін таптық. Параболаның бастапқы нүктесі мына жер болады. Мен қазір белгілеп қойайын оны. Мына жер бізде параболаның басталу нүктесі болады. Мына жақ қарай былай кетіп тұр, және де былай кетіп тұр. Ол енді суретке қарасаңыздар, тура міне 2-ден өтіп тұр OX өсінде, және де Y өсінде -1-ден өтіп тұр. Тағы да былай бүйтіп көрсетіп қойдым. Былайынан келген, мына жақтан былайынан келген. Көріп тұрсыздар ғой. Мына үшінші тапсырмада парабола төбесін табыңдар дегенде таптық. Оны формула түрінде де таптық. Мына жақта формула түрінде де, және де график түрінде де тауып тұрмыз. Енді графигін салыңдар дегеніміз осы графигі осы жер болады. Осылай мысалына ерден қазір 4-тен 0 деген нүктені белгілеп алып, кестелерімізде. Осылай мына жерден бүйтіп параболаны жүргізіп сала саласыздар. Енді маған кішкене салуға ыңғайсыз оқушылар. Ал сіздер дұрыстап саласыздар деген ойдан мына жерін сәл өшіріп жіберейін. Тура осы нүктелерден өту керек. Осымен үшінші тапсырма бізде орындалды. Түсінікті болса, лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Енді біз алдағы қаншасыншы 4-ші тапсырмаға кетеміз. Бұл жерде 10-15 жастағы 30 ұл балалардың аяқ киімдерінің өлшемдері құрастырылып, мынадай мәліметтер алынды дейді. Енді бұл жерде деректерді жиіліктердің интервалдық кестесі түріне келтіріп, интервалдағы 2 қадаммен құрыңдар. 2 қадам деген қателеспесем қосу 2 болу керек. Енді бұлайынан мен кесте сызамын мен қазір. Кесте сызып қойын. Мына жер ортасынан 2-ге бөле салайық. Енді бұл тізбекте кейбір шарттарда бұлай осы нелердің ауытқуын тап деуі мүмкін сіздерге. Басқаша тжб-да осындай шарттар болуы мүмкін. Ол кезде ең үлкені және тізбектегі ең кішісін анықтайсыздар. Ауытқуын тап десе, ол кезде қателеспесем R-мен белгілену керек деймін. Бұл енді геометриядағы радиус екен деп қалмаңыздар. Ауытқуын табатын болса 41-ден 33 азайтамыз, ол кезде қанша болады? 8 болады деген сөз. Енді бұл жай ғана қосымша ақпарат керек болып қалуы мүмкін. Енді мысалы біріншісін арасы қанша болу керек деп тұр? 2 қадам болып тұр деп. Демек, мына жеріміз бірінші тік жақшамен бастаймыз. 33-те енді 2-ні қосасыздар деген сөз ғой, 2 қадам. 35 болады. Мына екіншісі жай болады. Сосын 35-тен бастаймыз. Енді тік жақшамен бастап, жай жақшамен аяқтай береміз. Мына жеріміз 37 болады деген сөз. Бұл екінші кестенікі. Енді келесі 37-ден бастаймыз да 39-дан бітіреміз. Төртіншісі 39-дан бастап 41-ден бітіреміз. 41 бізде ең соңғы сан, қарап тұрсаңыздар, ең үлкені. Одан кейін басқа сан жоқ, сол себепті оның ең соңғысы да тік жақша болады. Мына кестені жауып қойық. Енді 33 пен 35-дің арасында қандай сан бар? 35-ін жауап ала алмаймыз оны әзірге. Демек, мына екеуін аламыз деген сөз қосындысын. 2-ге 4 қосамыз, ол бізде 6 болады деген сөз. Және де енді 35 пен 37 дейді. 35 пен 37. Демек, 35-тен бастап 37-ге дейін алуымыз керек. 37 кірмейді ответке, сол себепті мынау 6 мен 9-ды аламыз. Екеуінің қосындысын. Ол бізде 15 шығады деген сөз. Енді келесісі тоже 37-тен 39-ға шейін. 37-тен 39-ға шейін. Ол бізде 39 тоже ответке кірмейді. Мына жерге шейін екеуін аламыз деген сөз. 11-ге 16-ны қосасыздар, ол бізде 27. Және де енді 39-дан 41-ге дейін ең соңғы қалған үшеуін ала саламыз. 8, 3, 1 қосатын болсақ, ол бізде 12 шығады деген сөз. Осы кестені жазсаңыздар болды. Сіздерге міне бұл тапсырмаға 2 балл беріледі екен. 2 баллды алдым деп есептей беріңіздер.
Егер видео пайдалы болатын болса, оқушылар достарымызға жіберіп бөлісіп отырайық. Енді 5-ші есеп, бұл бізде мәтін есеп. Мәтін есепті мен көбіне кесте құру арқылы шығарамын, бірақ енді сонда да түсінікті тілде жазып кетейік. Енді қандай да бір А және В пункті арасы қанша деп тұр? 100 километр. Мына жақтан примерно бір адам шығады, мына жақтан екінші адам шығады деген сияқты ғой. Енді есептің шартын өте жақсылап оқып алайық. Ара қашықтығы 100 километр болатын. А пунктінен В пунктіне қарай 2 автокөлік бір уақытта жолға шықты. Бірінші машина екіншісіне қарағанда 30 километр артық жылдамдықпен жүре отыр. Мысалы, біріншісінің жылдамдығы x қосылған 30 деп алайық. X қосылған 30, километр бөлінген сағат деп өлшем бірлігін жазып қояйық. Екіншісінікі жүре отырып, В пунктіне 3 сағат ерте жетті дейді. Так, мынаныкі үшін x деп аламыз. Себебі мынаған x плюс 30 деп алып тұрмыз ғой. Бұлай алуымыздың себебі мынаның жылдамдығы біріншісінің мынадан 30 километр артық. Енді 3 сағат ерте келеді дейді. Мысалы, қайсы ерте келеді бұл жерде? Біріншісі әрине жылдам жүргеннен кейін ерте келеді, дұрыс па? Ал екіншісі 3 сағаттан кейін келеді, біріншісінен кейін. Демек, бізге мынандай теңдеу керек болады. Т1 тең Т2 деп жазып қойын. Енді қараңдар, мысалы, қайсысы? Шамамен деймін, мысалы, примерно 5 сағатта келетін болса, біріншісі. Мынауымыз 8 сағатта келеді деген сөз. Дұрыс қой, мысалы, мына жерге әшейін бүйтіп қоршап жазып қоям, түсінікті болу үшін ғана. Мұны есепке жазбасаңыздар да болады негізі. Мынау 5 сағатта келеді дейтін болсақ, мынау 8 сағатта келеді. Себебі мынау 3 сағат ерте келеді, дұрыс қой. Енді қараймыз. Мысалы, Т1-іміз 5 болатын болса, Т2-іміз 8 болатын болса. Мысалы, біріншісіне біз не істейміз? 3-ті қосамыз деген сөз. Сол кезде мына біріншісі 5 болып тұр ғой, Т1. Соған 3-ті қосылған кезде одан не болады? 8 шығып, теңдік шарты орындалады деген сөз. Міне теңдіктің 2 жағы тең болды. Демек, осы арқылы біз не істейміз? Теңдеуді құрастырамыз. Енді Т1-ді табу үшін бізге S бізде общий беріліп тұр. S бізде 100 километр екен. Жалпы S тең V көбейтілген Т дейтін формуланы білеміз. Осы жерден Т-ны табатын болсақ, S-ті V-ға бөлеміз деген сөз. Демек, біріншісі S-ті табу үшін 100-ді не істейміз? 100-ді x плюс 30-ға бөліп тастаймыз. Екіншісі Т2-ні табу үшін x-ті, то есть өлшеп тастайын жерде. 100-ді x-ке бөлеміз деген сөз. Екіншісінің жылдамдығы x қой. Енді мына жерде Т1-дің орнына қою керек. Т1-іміз бізде 100 бөлінген x қосылған 30 қосылған 3 деп аламыз, тең, алмауымыз 100 бөлінген Т2-міз. Ол x болады, мына жақты тапқан. Және де мынау бағана 5 пен 8 мен түсіну үшін жаздым сіздерге. Өсекті өшіре салайын. Енді бұл жерде ортақ көбейткіш, ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлім мына 3-ның астында не бар? 1 бар деп жазып қоямыз. Ортақ бөлім осы үшеуінің көбейтіндісі болады. Енді x плюс 30-ды 1-ге көбейтеміз, өзі шығады, оны x-ке көбейтсек, екеуінің көбейтіндісі түрінде жаза салайық. Дұрыс қой, енді әрқайсысына жоқтарын бере саласыздар. Мысалы, оны қазір басқа пастымен жазып қойын. Енді мынаған не жоқ бұда? Бұда x плюс 30 бар. Бұда не жоқ мына жерде? X жоқ деген сөз. Ал мынау астындағы 1-де, мына екеуі де жоқ бізде. Бізде x плюс 30-дан береміз деген сөз. Ал мына 100-ның үстіне оның астында x бар. X плюс 30-дан береміз деген сөз. Енді бұл бөлшек рационал теңдеу ғой негізі. Болмаша тауып керек емес деп ойлаймын. Есеп шығарып кете берейік. Енді 100-ді x-ға көбейтеміз. 100x шығады, қосылған. 3-ді x-ға көбейтеміз. Және де оның x плюс 30-ы бар ана жағында тағы. Тең. Мына 100-ден екеуіне жеке-жеке көбейтеміз. 100x қосылған. Қанша болады? 100-ді 30-ға көбейтетін болсақ, 3000 болады. Екеуін жеке-жеке не істедім? Көбейтіп шықтым. Енді
100x қосылған жақшаны ашамыз, 3-ті x-ға көбейтеміз. 3x-ның квадраты, енді 3-ті 3x-ті 30-ға көбейтеміз. 90x шығады деген сөз. Енді мыналардың бәрін қарама-қарсы таңбамен теңдіктің сол жағына өткіземіз. Минус 100x болады. Минус 3000 болып өтеді. Тең 0 дейміз. Енді ұқсас мүшелер біріктіріп қалып, мына жерде бірден көзге көрінеді, 100x пен 100x қысқарып кетеді, себебі екеуі бірдей, және де таңбалары бір-біріне қарама-қарсы. Мына 100-ның алдында плюс бар, мынаның алдында минус бар. Екеуін азайтсақ 0 береді деген сөз. Енді мына жоғары жаққа жалғастырамын. 3x квадрат қосылған 90x минус 3000 деп аламын. Тең 0-ге. Және де барлығынан көрініп тұрғанша сіздерге барлық сан, мына жерде коэффициенттер 3-ке бөлініп кетеді. 3-ке бөліп тастадым. Сол кезде мына жерде x квадрат 93-ке бөлсем 30x болады. Ал мына жерде 3000-ды 3-ке бөлетін болсам, ол бізде 1000 болады. Жоғарыда бағана веет теоремасын қолданғандай, осы жерде де осыны қолданамын. Веет теоремасын. Сөз x1 мен x2-ның қосындысы мынау плюс 30 шығып тұр. Бізге минус 30-ға тең болу керек. Қарама-қарсы сан боламын осыда. x1 мен x2-ні тең минус 1000 деп аламыз. Енді қандай екі санның көбейтіндісі қосындысы минус 30-ға, және де қандай екі санның көбейтіндісі минус 1000-ға тең. Енді оқушылар сіздерге бұлай істеп көріңіздер деп айтатын едім. Видеоны паузаға қойып, бұл екі санды өздеріңіз логикалық түрде ойланып табуға тырысыңыздар. Егер кімнің қолынан келді, комментарийға міндетті түрде қалдырайық. Мен сіздерге ответ қайтарамын міндетті түрде. Енді бұл жерде түсінікті тілде айтатын болсам, негізі өте оңай табу. Минус 50 болады біріншісі, ал x2-міз бізде 20 болады. Енді тексеріп көрсеңдер болады, минус 50-ді 20-ға қоссақ, минус 30 шығады. Минус 50-ді 20-ға көбейтетін болсақ, минус 1000 шығады деген сөз. Енді және де мәтін есептерде бізде минус сандармен жауап қалынбайды. Демек бізде x-міз 20 болады деген сөз. Мынау бізде ответ. Енді бізге не деп айтылған еді? Біріншісі, мысалы, жоғары жағына қарай жазып қойын. Бұл біріміз бізде x қосылған 30 болып жазылып тұр, дұрыс па? Ол мына жақта оқушылар. Мына жақта x қосылған 30 деп. Енді оны мен мына жаққа x-міздің орнына 20 қоямын. Сол кезде 20 қосылған 30 болады. Ол қанша сол кезде? Километр бөлінген сағат. 20-30 қоссақ 50 километр бөлінген сағат. Міне біріншісінің жылдамдығы табылды, екіншісінің жылдамдығы сол x болып қала береді, x километр сағат. Ол бізде сол кезде 20 километр бөлінген сағат болады екен. Сол кезде міне оқушылар, мынауымыз бізде не болады екен? Мынауымыз бізде жауап болады екен. Жауабы деп өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Оған 5 балл береді екен. Әжептәуір балл. Негізі әжептәуір есеп болды. Так. Мәселенде бағана черновый варианттар бар. Өшіре түсіндіріп берейін бұнда. Доп неше секундтан кейін жерге құлайды. Футболшы допты жоғары қарай тепті дейді. Енді мысалы, мына жерде бір адам тұратын болса, мысалы, мына жерде бір адам тұр деп елестетейік. Бір адам. Оның қолында доп бар екен. Допты не істеді? Мына жерде тұрған еді, тепті. Доп жоғары көтеріледі, сөйтеді не істейді? Мына жерге қайтадан түседі ол доп. Демек, көтерілген жері максимум мына жер болады. Ол жеріміз бізде x нолевой болады. Ол жерден қанша метр биіктікте тұр. Мына жерге қарай бүйтіп үзік-үзік сызықтармен көрсетемін. Ол жеріміз бізде y нолевой болады деп түсінейік. Енді бұл жерде x нолевой формула керек болады. Минус b квадрат минус 4ac. Негізі дискретант бөлінген 4a деп алмады. b квадрат минус 4ac таныс формула. Енді жоғарыдағы нені жазып алайын мен? H тең қанша деп тұр?
9t минус 2t квадрат деп тұр. Енді бұны дұрыстап жазу керек. Орналасу ретімен бірінші дәрежесі үлкен жазылады. Ол минус 2t квадрат. Одан кейін дәрежесі үлкен, t-сы бар. Осы 9t жазылады. Дұрыс па? Мына бірінші коэффициенттегі ол t квадраттікі, екінші коэффициенттегі ол 9t-нікі. Және де бізде бос мүше бар емес па? Мына жерге плюс 0 дей салайын. Сонда бізде a-мыз қаншаға тең болады екен? Ол t квадраттың алдындағы сан. Так, ол тең дұрыс жазылмай қалды. Қазір тең минус 2-ге. Ал b-мыз бізде 9-ға тең, s-мыз бізде не болады? 0-ге тең болады. Енді осы есепті мен астына қарай жалғастырып кетейін, тең деп. Минус b дегеніміз 9 квадрат азайтылған 4 көбейтілген минус 2 көбейтілген 0. Бөлшектің астында 4 көбейтілген минус 2 болады. Тең минус дейміз, 9-ның квадраты 81 бөлінген минус 8 болады. Мыналарымыз бізде бәрі 0-ге тең болып кетеді. Демек 2 минус бар, бізде 81 бөлінген 8 дегеніміз ол бізде қанша болады? 10 бүтін 8-ден 1 болады емес, аралас бөлшекке айналарсақ. Ал 1-ді 8-ге бөлген жағдайда мен 10-дық бөлшек түрінде оны білем, 10 бүтін 1000-125 болады деген сөз. Енді бізде биіктік метрмен беріліп тұр. Метр деп аласыздар өлшем бірлігін. Енді мынауымыз бізде оқушылар жауабы болады. Енді ары қарай 7-ші есеп бар ма екен, көрейік. 7-ші есеп бар екен. Енді 2 бол береді екен бұған. Бағанда диаграммада жоғарғы оқу орнында студенттердің саны бойынша мәліметтер көрсетілген. А-сы не деп тұр? Қай курста студенттер саны 1 дейді. Мына диаграммаға қарайық. Бірінші курста және де екінші курста 30-30-тан екен. Дұрыс па? Бірінші курс және екінші курс деп қоямыз. Бұл енді тым оңай есеп екен. Нүкте тұр. Және де үшінші курс пен төртінші курста 50-50-ден екен. Үшінші курс және тең деп алсаңыздар болады. Және төртінші курс. Және де жоғары оқу орнында жалпы студенттер саны қанша дейді. Так, демек 30 студент, 50, 50, және де 30 студент. Барлығын қосамыз. 30 қосу 30, қосу 50, қосу 50, қосу 40. Барлығы 3 түсінікті ойлаймын, 200 болады екен. Так, келесі есеп. Келесі есеп болды оқушылар. Бүгінгі тжб бізде алгебрадан 8-ші сынып 3-ші тоқсанның 1-ші нұсқасы талданып аяғына жетті. Видео ұнаса немесе пайдалы болса, лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Және де арнаға тіркелуді ұмытпайық. Жақсы, көріскенше сау саламатта болыңыздар.